Қалдарыңыз қалай? Мәнті жасап жатырмын, құдай самасын. Иә, Жүсаймен мінекей Асылзаттың үйінде. Иә, ол кісі жұмыста ғой, құдай самасын. Иә, жұмыста сағат 6-дан кейін бірақ келеткен. Оға дейін бәрін дайындап қойдым, мінекей. Пысықпын ғой. Құдай самасын, қамырды илеп қойдым. Өзімнің фирменный рецептім бойынша ешкім білмейді, өзім ойлап тапқам. Құдай самасын, фарш міне. Мінекей, Жүсай алдым, жаңа оптовкаға бардым ғой, құдай самасын. Енді турап отырмын, картішке турап керек қазір. Сол, мен кешкісін бір жерге барам, достар. Ол Асылзат келетті, өзі қамырды илейді. Иә, түйе алатын шығар енді, әйел адамы ғой, өзі түйіп, қасқанды майлап, сала-салат, кешкісін кеп жейміз. Иә. Өзі эфирге кіреді, мен айтып кетем, турап қойдым, иә, нетіп қойдым, қамырын аштық қойдым, енді не керек айналайын ау. Иә. Чайнап, бәрін беріп қойды, жұту ғана қалды. Құдай самасын. Ойбай, ол кісінің көзін шейтіп сөйлеуге болмайды. Бастық қой енді, как-никак. Басымды кесіп алайын деп тұр. Құдай самасын. Сол мәнті жегінге бәрі қызығады ғой, мен Жүсай мәнтіме. Құдай самасын. Бәрін фаршы, бәрі дайын. Сол, біз кешкісін бір жерге барамыз. Деловой встреча. Асылзат как раз сол кезде келетті, өзі эфирінде отырып, әңгімесін айтып, түйіп, несін, қамырын жайып, мен бәрін турап, әдемілеп кетем, тұздап дегенде. Сол. Өздеріңізге не жаңалық? Погода ма сол баяғы айтпаңыз. Тура 50-60 градус болып кетті ғой, не болып кетті білмеймін. Далаға шыға алмай қалдық қой. Представляете? Сон, ауырмаңыздар. Күн ыстық, бала шағаны шығармаңыздар. Сол. Ораманнан жасайын дедім, құрсыншы мәнті жасайық деп. Сол. Басқа жаңалық жоқ, үйдеміз сол. Ел қатарлы мәнті жасайын деп. Менің мәнтім хит болайын деп тұр ғой, құдай самасын. Елде жоқ мәнті. Оңтүстіктікі біледі ғой енді. Шығыстың адамдары, солтүстіктегілер, батыстың адамдары білмейді. Жүсай деген не деп тұр? Не дейді? Міне мынандай шөп, көк шөп осы жазда шығады. Осыны жазсаңыз керемет, беттеріңіздегі әжім кетіреді, представляете? Сөйтіп айтады, білмеймін шын ба? Қаныңызды көбейтеткен, өміріңіздің жасын ұзартады. Сол, шаштың өсуіне әсер ететкен ғой, шын ба тұрып ба? Білмеймін әйтеуір, біреуден естіп ағам. Құдай самасын. Оптовкадан әкелдім жаңа мынаны. Асылзаттың водителі бар, сол кісілер бәріміз. Бестау Жүсайға шу шығарып, ана жақта оптовкада. Құдай, талай адам суретке түсе алмай қайтып келдім ғой. Звезда сияқты күтіп алды ғой. Мақпал Жүнісова Зеленый базарға барады ғой. Тура сондай сценарий бойынша бардық қой, құдай самасын. Оптовканың тең жарысы тоқтап қалған, саудалары жүрмей, елдің бәрін ауызы былай. Ерсін кепті, Жүсайға кепті, ой бармай. Ең кезерді 2 метр, 2 помощнигі жүрді, Асылзаттың водительдері. Тиіспеңдер, жоламаңдар деп. Звезда болдым ғой, құрсын. Енді үйде отырмын, құрсын, Жүсайымды турап. Кешкісін Асылзат арғарата өз жалғастырады эфирінде. Кіріңіздер эфиріне.